Қазақ тілі пәні бойынша 2-ші сынып оқушыларының өзіндік жұмысы. 4-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Оқу мақсаты. Бөлім бойынша білімдерін тиянақтау. Берілген мәтінді түсініп оқимыз. Мәтінді түсініп оқып болған соң, етістіктерді тауып сұрақ қоямыз. Балалар естімізге түсіреміз. Жаны жоқ заттарға қайтеді, қайтты деп сұрақ қоямыз. Жаны бар заттарға не істеді деп сұрақ қоямыз. Бейнебаянды үзіліске қойып, сұрақтарымызды қойып аламыз. Қойған сұрақтарымызды дәптерге жазамыз. 5-ші тапсырма. Сын есімі бар бағандағы сөйлемдерді көшіріп жаз. Яғни 1-ші бағандағы сөздерді оқимыз, және 2-ші бағандағы сөздерді оқимыз. Қай бағанда сын есімдері бар, сол бағандағы сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Және ол жерде бір аңды сипаттап тұр. Ол қандай аң екенін табамыз, оның қандай қасиеті бар, соны сын есіммен айтуға болады. Сол сөзді тауып жазамыз, және сол аңның суретін саламыз.